Біздің өзіміз түрік тілінде бай деген сөз бірінші деген мағынаны береді екен. Бірінші, барлық жағынан бірінші. Мысалы, ең бірінші шыққан гүлді қазақ бәйшешек дейді. Бай, шешек. Сонда қарап отырсаңыздар, бай біше дейді. Біше деген әйел, бірінші әйел. Қазақ айтады, тегін адам таз болмайды дейді, қазақ айтады. Сондай сөз бар, тегін адам таз болмайды дейді. Бұл жерде жаңағыдай бай болу үшін ол жерде интеллект, береке, еңбекқорлық, тәуекелге бара білу, көптеген қасиеттер болды. Көрінген адам, дәулетті адам бай адам емес қой. Жоқ, былай, байлық деген нәрсе бар. Сонда ол байдың өзі екі түрлі болады. Байлық деген жалпы байлық. Ол қазақта сасықбай деген бар. Сасықбай дегеніміз байлықтың не үшін керек екенін білмейтін адам. Ол байлықты байлық үшін жинайтын адам да, ол сасықбай. Ал дәулетті адам дегеніміз сол байлықты өзінің жаны үшін жұмсайтын адам. Ана қазақ айтады ғой, малым жаным садақасы. Жаным арым садақасы дейді. Сонда дәулет деген не? Дәулет деген мемлекет деген ұғымды біледі ғой. Ол кәдімгідей сол байлықты не үшін керек екендігін білетін адам ғой. Бай жақсы ма, жаман ба деген сөзге қазақ айтады. Жемесе де май жақсы, бермесе де бай жақсы дейді. Бермесе де дейді, ол сараң болсын тіпті. Неге? Өйткені байлық ол жетіскендік. Ол өмірдің өсуі, толу, толыққанды жетілу, қалыптасу. Ол былайша айтқан кезде салтанат. Мысалы, француздың жазушылары айтады ғой, роскош дейді ғой, салтанат дейді, ол байлықтан басталады. Біз айтамыз ғой, император, императрица, корольдің сарайларында салтанат болды. Қарасаңыздар, ол салтанаттың негізінде ол байлық жатыр. Ал кедейлік неге жаман дегенде, абай кедейлік кейде адамды хайуандандырып жібереді дейді. Мен кедейін көбіне сұрасам, кедей ол Құдайдың бергені дейді. Жоқ, олай емес. Мен солай сөйтіп жаратты, маған берген жоқ дейді. Жауапкершіліктен қашу ма, ол неден? Ақылсыздық қой. Ақыл деген нәрсе негізі не үшін берілген бізге? Ақ пен қараны ажырату үшін. Абай айтады, байлықты жаратқан Құдай дейді, кедейлікті жаратқан Құдай. Бірақ сені кедей қылған Құдай емес дейді. Денсаулықты жаратқан Құдай, ауруды жаратқан Құдай, бірақ сені ауру қылған Құдай емес дейді. Осылай деп ұғу керек дейді абай. Осылай деп ұқсақ жарар дейді. Сондан мен өзім ойлаймын, бұл кім кедей болады? Ол өзін танымаған адам кедей болады, Құдайды танымаған адам кедей болады. Сіз өзіңіз ойлаңызшы, Алла тағала сізді жаратты да. Көп адамдарды былай ғой, істей алмаймын дейді, қолымнан келмейді. Неге? Ана өзін танымай тұр да. Мысалы, егер ол өзін таныса, оның өзінің бойында қаншама потенциал бар екен, өзінің бойында тұнып тұрған қабілет бар екендігін көруші еді ол адам. Аға, осыны сенімдік деп айтуға болады ма? Сенім, бұл жерде мындай нәрседе, сізге айтайын, кедейлік қайдан шығады деген кезде, қазір кезде жақсы бір сөз бар ғой, кедейлік ең бірінші ойдың кедейлігінен пайда болады дейді. Ойдың кедейлігі де ойдың тапшылығы, мидың тарлығынан, сөзсіз бе? Яғни мен осылай жаратты Құдай. Абай айтады, ол Құдай біреуге беріп, біреуге бермейтін дейді. Ол ала қол саудагер емес дейді. Дұрыс па? Осы жерде бар, өткенде талқыладық, мен оқып берейін, сіз осыны тәпсірлеп беріңізші. Осы тура осыны айтады ғой. Қателеспесем, Абайдың 10-шы қара сөзі. Енді айтады, бала тілейсің, анау тілейсің деп келеді, бір кез айтады. Және дейді, мал тілейсіңдер дейді. Құдайдан дейді. Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілемейсің дейді. Тілемейсің дейді. Құдай берді, бергенін алмайсың дейді. Осы не деген сөз? Жақсы сөз. Бізде мысалы есімдер бар. Құдай берген, Тәңір берген, Алла берген деген есімдер бар да. Негізі бұл есімдер өте қуатты есімдер негізі. Жаңағы біздің тақырыбымызды ашып тұр да. Негізі Құдай берді деген де бар. Құдай береді деген есімде жоқ қой, көрдіңіз бе? Яғни Құдай береді деп болашақпен айтып тұрған жоқ қой. Өткен шақпен айтты. Құдай берген дейді. Алла берген, Тәңір берген. Яғни мәселе не? Біз Құдайдың бергенін танымай отырмыз ғой. Біздің көп адамдар әлі күтіп жүр Құдай береді деп негізі. Құдай саған әуелден беріп қойған дейді абай айтады. Ол не берді дегенде саған жаңа айтады ғой, былай айтады ғой, қараңызшы. Байлықты берген, Алла берді, бірақ алмайсың дейді. Былай қарасаң, мен қазір сіздің негізі жауабыңызды жолап тұрмын, бірақ парадокс қой. Құдайдан мал тілейсің дейді, Алла берді, байлықты, бірақ алмайсың дейді. Дұрыс айтады. Парадокс сұрасаң, мына бізде көріп адамдар, мен Құдайдан тілеп жатқан адамдар көп. Қазір аффирмация деген шығып жатыр, карта желания деген шығып жатыр, визуализация шығып жатыр. Жаман емес қой енді. Ол Құдайдан басқанда бір сұраудың бір түрі ғой. Сұрады. Бұл кісі айтады, мен енді Құдайдан күтіп жүрмін дейді. Бірақ Абай айтады, тіледің дейді, саған берді, бірақ алмайсың дейді. Айтсаң бұл кісі күледі. Қалай мен алмаймын, мен жын емеспін ғой, берген дейді. Осыны қалай? Ол сонда айтады, Абай айтады. Құдай не берді дейді саған? Бірінші дейді, күш-қуат берді дейді. Мал табу үшін қуат берді дейді. Осы сөздің өзінен ақ көп нәрсе шығаруға болады да. Мысалы, қазір қараңыздар, күш-қуаты бойында тасып тұрған тепсе темір өзінің жігіттер бар. Қуатты, бірақ кедейді.
жоқ, конечно, көп қой. Неге? Өйткені ана қуатты дұрыс пайдаланбай жатыр ма? не үшін бергенін білмейді. Ана Крыловтың маймылын білесіз бе сіз? Білесіз ма? Крыловты оқыдыңыз ба? Сонда Крылов, мысалы, Крыловтың маймылы бар ғой, сол оған көзілдірік берген ғой, очки. Ол оны құйрығына тағып алғанда. Неге? Өйткені ол көзілдірік неге керек екенін білмейді. Не үшін берілетінін, оның не үшін көзілдіріктің не үшін тағу керек екенін білмейді. Ол маймыл, түсінесіз бе? Сол сияқты қазір кезде көп жігіттер мына бойында қуатты Құдай тағала не үшін бергенін білмейді. Бұның феноменіне үңілсеңіз көп нәрсе шығады. Сонда қазақ айтады, қараңыздар, данышпан қазақ айтады. 12 мүшең сау болса, кедеймін деп айтпа дейді. Қазір 12 мүшесі сау қаншама адам бар, кедеймін деп жүрді. Өйткені 12 мүшесі сау адам кедей болуы мүмкін емес деп тұр қазақ. Техникалық тұрғыда мүмкін емес деп тұр ғой. Енді Абай айтады, Абай тіпті енді тек қана қуатты айтып кетіп қалса болушы еді, бірақ Абай негізі осы жауап тұр еді. Яғни адамды орта жолға тастап кетпейді, арға жетеді дейді. Енді ол қуаттың қуаты бар ғой. Енді мысалы жер қазуға болады да. Мысалы мен құрылыс техникумда оқыдым ғой, сонда смета деген болады бізде. Сонда 1 куб метрдің мысалы құны 8-ақ тиын. А сен 1 куб метрді мысалы күніне көп болса 2 куб, 3 куб қазасында соның сілең қатады да кәдімгідей. Сонда сен күніне 24-ақ тиын табасың. Неге? Ниетің дұрыс. Сен ана жер қазып не тапқың келеді? Адал ақша тапқың келіп жатыр. Тапқың келеді. Бірақ сен Абай айтады, қуатты орнымен жұмсай алмайсың дейді. Енді Құдай саған не берді дегенде, сол қуатты Құдай берген, орнымен жұмсауды үйрететін ғылым берді дейді. Оны меңгермейсің дейді. Сонда Абай айтып тұр ғой, сен құрдан құр қуып жұмысты үйренмесе, ғылым үйренсе деп тұр ғой. Мынау мен сізге айтайын, Құдай себепке береді дейді. Осы жерде керемет нәрсе бар, мәшһүр айтады. Құдай себепке береді дейді. Себебін кім қылады дейді. Құдай қыла ма, адам қыла ма дегенде мәшһүр айтады, жоқ дейді. Адам қылады дейді. Құдай тек мусабиб дейді, себепті жүзеге асырушы дейді. А себебін сен өзің қылуың керек дейді. Сонда бірінші не істеу керек дегенде, бірінші қаст ету керек дейді. Қаст дегеніміз қалау қатты. Қатты қалауым керек. Мысалы, бай болсам деп. Екіншіден дейді. Құр армандап бай болсам деп армандап жүрген адамдар көп. Қазақ айтады, азатын ер арманшыл келеді. Құр армандайды да, мысалы кетіп бара жатсам, қазір мысалы $1000 тауып алсам деген сияқты. Тез бірден түскен қалайды. Иә. Қараңыз, әдемі келе жатыр, қараңыз. Бірінші каст түркшеде шығады ана. Касты не дейді? Что-то имел в виду дейді ғой. Бұмен арманның разницасы не енді? Енді сіз қалап отырсыз. Ол да арман ғой, мысалы сіз қалайсыз, мысалы бай болды, космосқа ұшуды қалайсыз мысалы. Құр ғана арманмен қалып қойған адамдар бар. Сонда қазақ айтады, азатын ер арманшыл келеді дейді. Арманшыл деген құр қиялмен өмір сүретін адамдар. Себебін қылмайды. Себептің өйткені екінші компонентін жасамай тұрды. Қазақтың мақалы күшті ғой. Азатын ер арманшыл келеді, азатын қатын жанжалшыл келеді дейді. Енді не керек дейді? Енді фиғыл керек дейді. Фиғылдан әрекет. Әрекет ету керек дейді. Құр армандаумен ол шешілмейді дейді. Енді әрекет ету керек. Фиғыл да ол да жеткіліксіз екен енді. Енді үшінші не керек дейді? Мысалы сен фиғыл ретінде барып тірелдің ана қабырғаға. Сонда не істеу керек дегенде, үшінші амал ету керек дейді. Әрекет пен амал несі бар? Амал дегеніміз 2-2 қосқан амал ғой. Амал дегеніміз есебін табу. Айтады ғой, амалын тапты дейді ғой әйтеуір. Комбинациясы деген ғой. Амалын табу керек. Сонда айтады, себеп үш нәрседен тұрады дейді. Ол қаст ету, яғни бірінші қатты қалау. Екіншісі дейді фиғыл, соған қарай жылжысын. Үшіншісі амал. Осы үшеуін қосылғанда адам себебін жасайды. Сонда амал деген әрекеттердің комбинациясы ғой былайша айтқанда, иә? Иә, амалға ақыл керек. Әрекетке тек қана физика пока, иә? Иә, әрекет мысалы сен қаладың, кетіп барасың, тірелдің. Сол кезде сен амалын табу керек та оның. Көп адамдар мысалы беті қайтып қалады. Амал жоқ. Амал жоқ деген сөз осылай шығады екен ғой. Амал жоқ, қуат бар. Енді қуатты орнымен жұмсайтын ғылымды меңгеру керек деп отыр. Ғылым бар. Бірақ ондай меңгермейтін адамдар бар да. Неге дейді? Өйткені саған дейді, Алла тағала үшінші берген нәрсесі дейді, сол ғылымның сөзін оқығанда оны түсінетін ақыл берді дейді. А сен ақылыңды қайда жұмсап жүрдің дейді. Сонда адам ақыл жаңағыдай ғылымды меңгерудің орнына құлқын тамағы үшін оған қайда жұмсайды? Өсекке, айбатқа, патрон іздеуге, ренжуге, топ құруға, өсек айтуға, уайымдау. Қуаныш мырза, кеше сіз айттыңыз ғой, адам бұл мал тап, осыдан келіп шығады. Келеміз бұл. Міне батыста бір сөз келді ғой, сен егер ақылды болсаң неге кедейсің дегенде біз күлдік қой, ол бізге қатысы жоқ, ол бізге лайық емес, ол батысқа айтылған. Біз сөйтіп айттық қой. А шын мәнінде Абай айтып отыр. Егер сен осының бәріне адам қалай жетеді деген кезде жоғарыдан бастайсыз ғой, ақылмен жетесіз.
сонда абай айтады, ол ғылымды оқыса, бұл жердегі ғылым деген нәрсе біздікіндей құрдан практикалық мәні бар нәрсе ғой. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді, жасы айтқандай. Қайда жіберді, кім біледі дейді ақыл. Қайда жіберді сен ақылыңды? Сонда анау адамның ақылы позитивті, креативті нәрселерге емес, бос нәрселерге жұмсап жүреді екен ғой адам. Ал ақыл деген ол бір-ақ нәрсе, ол энергия. Сен егер энергия шектеулі. Иә, шектеулі. Сен оны мысалы бос нәрсеге жұмсап жүрсең, онда креативті нәрсеге ақылың жетпей қалады да, энергияң жетпей қалады. Қараңыз, сенікі дейді, жаңағы алдап алмақ, қулық салмақ кетеді. Көп адамдар неге? Көп адамдар ақылын дұрыс жұмсамағаннан кейін ақша табу күн көріп не істейді? Қулық салмақ, адам салмақ, тіленіп, адамды кәдімгі сиыр сауғандай адамды сауады екен. Абай айтады, қарашы, ерінбей еңбек қылса, түңілмей ізденсе, орнын тауып істесе дейді, амалдар көп, комбинация көп болса дейді. Кім бай болмайды, жаңағы таргетіңді дұрыс настройка жасасаң, дұрыс офферлерін жасасаң, call to action жасасаң деп отыр, жаңағы орнын тауып істесе, кім бай болмайды дейді. То есть абай бай болуды бір андай бір феномен қылып тұрған жоқ қой пайде. Бұл қара, анау өзіне-өзі келетін нәрсе ғой деп тұр ғой жаңағы. Оның дейді саған керегі жоқ дейді. Жаңағы негізі байлық саған керегі жоқ қой дейді да. Еңбек ету. Сенікі дейді, қараңыз, жаман айтады. Біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны іздегенің сол дейді.